Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd 18-ci dəlil. Bundan aldığımız dəlil munafiqlar jönündəki ayat bolğan edi. Yani munafiqlar jana müşriklerge vədə bergendikleri sanuti'ukum fi ba'dil amr deb biz sizlerge kebir närsede itaat kılamız deb vədə berdi. Aytkanımızday bu vədə ötürk vədə edi. Yani onlar onu kılатын oylары bolmadı, jana rastan onu kılmadı. Tek sözben bolğan bir kelisim, sözben bolğan bir tilmen bolğan bir vədə edi. Jana aytkanımızday olar endi müşriklerge itaat kılganda tolukta itaat kılamız demedi. Kebir närsede itaat kılamız dedi. Endi osunun özü жеткиликтүү boldu. Olar osu сөздері мен murtat болуларына. Aytkanımızday, bular endi munafiq bolganda mümkün keybiрлеринин кичкене болсун bir imani болуу, бірақ та endi olar osu сөздері мен müşriklerge bergen osu vadeleri men, ötürük vadeleri men, müşrikler men bolgan osu bir, yani bular men müşriklerin arasında bolgan osu bir kelesimi sebepte olar murtat bolup ketkendikteri. Sebebi ayat endi solay bastalып жатыр го. Innallazina irtaddu deb. Yani murtat bolgandar. Olar osu сөздері men murtat boldu. Aytkanımızday, егерде мысалы мұсылмандарға қарсы соғысып жатқан бір христиан елі мен христиан елінің үкіметі мен патшасы мен бір араб елінің патшасының арасында, екеуінің арасында осындай бір келісім болатын болса, мысалы жаңағы христиан патшасы айтады, мен осындай бір араб еліне қарсы соғысамын дейді. Жаңағы араб елі болса, иә дейді, соғыссаңыз біз сізді қолдаймыз дейді. Тіпті ол өтірік айтса да, қолдайтын ойы болмаған болса да, өтірік бір уәде берсе, yani ол солардан екендігін, солармен бірге екенін, жана сол христиандармен бірге екендігін көрсетіп, соны бір изхар кылып, олмен келісетіндігін көрсетіп, yani айтқанымыздай бұны муафақа дейміз, муафақа, келісу. Ол олмен келісетіндігін көрсететін болса, солай бір өтірік болсын бір келісім қылатын болса, бұл адам муртат болатындығы. Енді мына бір аят, yani 18-ci болған дәлел, бұл аятта сол munafiqtar жөнінде. Бірақ енді бұл аятта munafiqtардың жана яһудтарға берген уәдесі жөнінде айтылынады. Бұл уәде де енді өтірік бір уәде еді. 18-ci дәлел. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. شيخ هذا رحمه الله فعقد تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار. Allah bu ayatda Yahudlar мен munafiqtardın arasında bir bavırmaşıldıq бар ekendігін айтты дейді. Немесе бекітті. Олардың арасында бауырмашылдық бар деп. Яғни munafiqtar мен Yahudlar бір-бірлеріне бауыр екендігі. Қалай? Яғни екеуі де енді кәфір болғаннан кейін. Ya енді Yahudlar ahli kitap, munafiqtar ahli kitap емес, бірақ та енді бұлар да кәфір екендігі. Олар бір-бірлеріне бауыр. Сөйтіп Аллах хабар берді. Жана сол munafiqtar енді Yahudтарға айтқандықтары ләйн ухриджутум. Яғни munafiqtar ahli kitaptan болған, кәфір болған бауырларына, яғни аятта осылай келіп тұр, яғни бауырларына деп. Бауырларына осылай айтқандықтары ләйн ухриджутум ланахружанна маакум. Егер сендерді Мединадан Пайғамбар саллаллаху алейхи шығарып жіберетін болса, біз сендермен бірге шығып кетеміз деп. Уайымдамаңдар деп, біз сендерді тастап қоймаймыз деп. لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. Yani сендерге қарсы бір бұйрықта біз Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға итаат қылмаймыз дегендіктері, яғни мұсылмандарға итаат қылмаймыз. وإن قتلتم لننصرنكم. Ал егер де Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сендерге қарсы соғысатын болса, яғни мұсылмандар Яһудтарға қарсы соғысатын болса, لننصرنكم деді. Біз сендердің сафтарына шығамыз, сендерге көмек береміз. Сендермен бірігіп, сендерге қосылып, мұсылмандарға қарсы соғысамыз деп жатыр. Осындай бір уәде берген Яһудтарға. Яғни көріп тұрғанымыздай, нифақ деген осындай бір сипат екендігі. Яғни ол munafiqtar білмей тұр болашақта не болатынын. Кім ұтатынын олар білмей тұр. Бұның бәрі немен аяқталатынын олар білмей тұр. Яғни мүмкін растан мұсылмандар жеңеді ме? Мушриктерді, Яһудтарды бәрін бағындырады ма мұсылмандар? Немесе мушриктер ұтып кетеді ме? Сол себепті олар, мушрикпен де олардың бір связьдары бар еді. Мушриктерге де олар бір нәрселерді енді уәде етіп қойған еді. Кейін мушриктер жеңіп кетіп жатса, бұларға енді олар тиіспеулері үшін. Енді мына жақта тағы да Яһудтар да бар. Олар ойлайды, мүмкін Яһудтар ұтып кететін шығар. Сөйтіп олар енді Яһудтармен де бір связьдары болғандығы, оларға да бір нәрсені уәде етті. Яғни нағыз бір таза болған бір нифақ. Айтқанымыздай, біздің уақытта да солай, мысалы адам мұсылман болып тұрып, бірақ та Аллах жөнінде жақсы ойда болмайды.
ол ойламайды мысалы аллах бізге жеңіс береді деп. Сол себепті ол не болса да иманстарға жақындайды, солармен бір жақсы сөз ұстағысы келеді, оларды бір разы қылып, бірнеше миллиард ақша беріп. Аяттың соңы Аллаху яшхаду иннахум лакадибун. Субханалла. Аллах білетіндігі бұл мұнафиқтар өтірік айтып тұрғандарын. Яғни олар бұл сөзді жаңа жүректермен айтып жатқан жоқ. Олар бұл уәдені растан бір қылатын ойлары болмаған, бұл тек сөз еді. Бірақ соған қарамастан осы сөздің өзі енді куфр болғандығы. Себебі міне осы сөз үшін Алла мұнафиқтар яһудтарға бауыр деп айтты. Яғни бәрі кәфір болғандықтары үшін. Сосын аяттың соңында Аллаху яшхаду иннахум лаказибун деп келді. Яғни олар бұл сөзді айтқан кезде өтірік айтқандықтары. Яғни Аллах біледі бұл мұнафиқтардың жүректерінде ол нәрсе жоқ екенін. Яғни олар растан жаңа яһудтарға көмектесетін ойлары жоқ. Яғни бұл бір өтірік болған уәде. Бірақ енді осыған қарамастан бұл сөз куфр болғандығы. Себебі міне осы сөз себепті, осы бір міне куфр сөз себепті Аллах бұл аятта мұнафиқтар мен яһудтар бір-біріне бауыр деп айтқандығы. Шейх айтады, яғни бұлар кәзибуна фи хазал қаул дейді, олар бұл сөздерінде өтірік айтқан. Одан кейін айтады, егер де дейді, кім егер де мүшриктерге өтірік бір уәде берген болса дейді, біз сендерге көмектесеміз, жеңіс береміз деп, егер де сендерді шығарып жіберіп жатса, егер де мына осының өзі өтірік болған бір уәденің өзі нифақ болған болса дейді, куфр болған болса, тіпті ол өтірік айтып тұрған болса да, факайфа биман азхара залика садиқан дейді. Қалайша дейді, жаңағы адамның жағдайы, ол кәфірге мысалы уәде берген кезде, ол оны растан, яғни жүрегімен береді ол уәдені, тек тілімен емес. Жоқ, ол растан, оның жүрегінде сол нәрсе бар, растан оларға көмектесетін ойы бар. Сөйтіп ол сол кәфірлерге барады өзі, сөйтіп оларға итаат қылады, мен сендерге итаат қыламын деп, не бұйырсаңдар да қыламын деп, оларға көмек береді, итаат қылады. Сөйтіп ол олардан болады, солардың сафына шығып кетеді, және оларға ол өз ойымен, мал мүлкімен көмектеседі, субханалла. Хада ма'анна al-munafiqina lam yaf'alu zalika illa khawfan min ad-dawa'ir. Жаңағы сол мұнафиқтар болса, не себепті олар қылды бұны, не себепті бір уәде берді яһудтарға, мүшриктерге, хауфан мин ад-дawa'ir. Айтқанымыздай, яғни анық емес болды не болатындығы болашақта. Сөйтіп олар енді бір ихтиятын қылып, заране бәрімен жақсы бір связьда болып алғандығы. Мұсылмандармен де, себебі енді олар денелерімен сол мұсылмандардың іштерінде жүр ғой, біз мұсылманбыз деп. Атақ жүректерімен, яһудтармен бірге олар, жалпы сөздерімен дейік, тілдерімен, яғни яһудтармен бірге, мүшриктермен де бірге, бәрімен жақсы болғысы келеді. Аятта келгендей, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Міне осы мұнафиқтардың сипаты, субханалла. Қазіргі міне адамдарға қарайтын болсақ, дәл осы нәрсе ғой. Яғни мұнафиқтар кәфірлерден қорыққаннан жарысатындықтары, мысалы біздің уақытта Американы кім қаттығырақ разы қылады. Көріп тұрғанымыздай араб елдері осы нәрседе жарысуда. Біреу айтады, мен жаңа 600 миллиард берем дейді, біреу болса мен сізге триллион ақша берем дейді. Сондай бір нәрсе. Бәрі сол болашақтарын уайымдайды. Не болса да сол связьдарын үзіп алғысы келмейді. Америкамен немесе басқа да бір дамыған елдермен, кәфір болған, христиан болған. Шейх айтады, فهكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة дейді. Айтқанымыздай шейх бірінші дәлел келтіреді, одан кейін сол дәлелді өз уақиясына түсіреді. Және айтқанымыздай мына хақты баяндау осылай болатындығы. Себебі адам түсіндірмейтін болса, жаңағы аяттың мағынасын міне осылай түсіндірмейтін болса, өз уақиясына түсіріп, адамның өзі бұны түсінбеуі мүмкін. Себебі енді барлық мұсылмандар Құран оқиды ғой. Бірақ та енді кімнің ойына келеді? Мына аяттар мысалы біздің уақыттағы бір адамдарға қатысты екендігі. Бұл ешкім ойына келмеуі мүмкін. Себебі адам Құран оқыған кезде жаңағыдай бір оймен оқиды, бұл аяттар сол пайғамбар уақытында адамдарға түскен аяттар солармен тек қатысты деп. Кәуітті ол аяттардың бізге қатысы жоқ. Хақты баяндайтын ғалым болса, ол осыны түсіндіреді адамдарға. Ол аяттардың біздің уақыттағы адамдарға да қатысы бар екенін. Тіпті мына кітаптың өзі қарайтын болсақ, машалла қаншама мықты бір сөздер айтып жатыр шейх. Екі сөзінің бірі мысалы мұртат деген сөз, анау мұртат, мынау мұртат. Енді бір ойлауы мүмкін да, бұл кітап сонда Саудияда бір запретный кітап емес пе деп. Жоқ, запретный емес. Әрине енді кейбір шейхтар бұны сабақ қылудан қорқатын шығар. Себебі бір-екі шейхқа енді айтқанмын, сабақ бересіз бе деп.
енді сабақ бергенде құрмет ретінде ғой жаңағы шайхтан бір кітап өту атақ бұл енді ондай бір шарыққа неге ондай мұқтаж емес қой. Сонда байқаған енді шайхтар қорқады, иә, сабақ беруге қорқады. Ал бірақ та жалпы енді Саудияда бұл официально бір енді запретный кітап демейді ешкім. Себебі бұл кітапта адам өткен кезде, егер де ол мына уақия жөнінде сөйлемесе, бұл кітапта адам бір тарихи кітап ретінде өтетін болса, яғни бұл сол бір 200 жыл алдын болған бір оқиға деп, сол кезде иә міне біздің адамдар болған деп шайхтарымыз, одан кейін иә түркі елі болған. Жалпы енді не болса да бұл Саудияның тарихына қатысты кітап қой. Сондықтан да енді саудиистер бұл кітапқа қарсы болмаса керек. Не болса да бұл олардың тарихы ғой. Иә, олар біледі ғой. Түркі елі 2 рет құлатқан мысалы Саудияны жек көреді да жалпы. Яғни біледі да тарихты енді. Түріктер бұларға қанша рет мысалы бір шабуыл жасаған, бұларды өлтіргенін, арабтарды. Сондықтан да бұны мысалы адамға өтетін болса, егер біздің уақытта деп айтпайтын болса, просто өтетін болса, иә бұл Сулейман ибн Абдилланың уақытында жағдай осылай болған деп, субханалла, ешкімнің ойына келмейді бұл аяттарды, бұл уақияны, шейхтің сөзін біздің уақытқа түсіру. Егер де бұл кітапты шарықтайтын адам олай айтпаса, айтқандай просто бір тарихи кітап ретінде өтіп шықса, иә деп шейх Сулейман ибн Абдилланың уақытында осылай болған деп, осындай бір адамдар болған деп, сөйтіп шейх оларға қарсы міне сөйлеген деп, оларға такфир қойған деп. Сонда тіпті кітаптың өзі, мысалы бір кітап мықты болғанымен, егер де оны шарықтайтын адам, жаңағыдай бір, ол адамда жаңағыдай бір түсінік болып, осы шейхтің осы сөздерін адам өз уақытына түсіріп, осылай бір шарықтамаса, тіпті бұл кітаптан да адам пайда алмайтындығы, просто оқып шығады. Иә, солай болыпты деп сол кезде. Ал біздің шайхтар болса, бұл шайхтардың сөздерін келтірсе, біздің уақытқа түсіріп келтіреді. Енді растан неге түсірмеске? Себебі айтқанымыздай, бұл шайхтардың сөзі қазіргі уақытқа тем более түсу керек қой. Тем более түсіруіміз керек та. Яғни біздің уақыт более лайықты шайхтың уақытына қарағанда. Бізде осы бір сөздерді айтуымызға. Айтқанымыздай, ол кезде шайх тіпті өздері мұсылманбыз дейтін мушрик адамдармен дос болған. Ол кездегі шайхтардың ақидасы міне осындай мықты болған. Шайхтың да жаңағы сол амирларының да машалла позициялары, ақидалары мықты болған. Яғни оны жат етпеген, мушриктермен дос болып, яғни біз дамуымыз керек деп, мысалы қазір міне Осман жаңағы хилафаты деп үлкен бір ел, біз дамуымыз үшін болашағымызды ойлап, солармен дос болуымыз керек, связь дұрыстап алуымыз керек деп, кішкене бір подвизываться етіп, бірдеме қылуымыз керек деп, мысалы оларға бір подарка беріп деген сияқты ақша беріп, ондай ой келмеген ешкімге. Сол себепті бұл Саудия одан кейін құрылып қайтадан 2-ші рет құлады. Уже енді 3-ші рет құламау үшін айтқанымдай, жаңағы Абдул-Азиз деген сол енді Британиямен дос болып, сол арқылы енді құрды бұл елді, қайтадан енді құламау үшін. Одан кейін оның ұрпақтары енді қазір Америкамен дос болып алды. Бұл ел енді ары қарай мықты бір дамуы үшін. Енді ол шейх Сулейман ибн Абдилла, субханалла, өздері мұсылманбыз дейтін адамдармен дос болмаған болса, дүниелерін ойлап, болашақтары үшін қорқып, онда олар жаңағы адамдар жөнінде не айтар еді? Христиандармен дос болып кеткен адамдар жөнінде болашақтарын ойлап, болашақтары үшін қорқып, олар осыны дұрыс деп айтар еді ме? Шейх айтады, فهكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة дейді. Жаңағы сол мұнафиқтар сияқты біздің уақытта мұртаттардың жағдайы дәл осылай дейді. Олардың көпшілігінің өзірі осы дейді. Бірақ та бұл енді өзір емес. Айтқанымыздай бұл өзірден мақсат не? Қорқу. Адам болашағы үшін қорқуы. Егер қазір мен бір себептерін қылмасам деп ойлайды адам, заране жаңа кәфирлермен дос болып, соларды бір разы қылып, менің болашағым қиын болып кетуі мүмкін деп ойлайды. Сөйтіп адам енді дүние үшін мұртат болады. Жаңа аятта келгендей мұнафиқтар жөнінде, олар енді Аллах жөнінде бір жаман ойда болғандықтары, فَعَسَى اللَّهَ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Яғни мұнафиқтар жаңағы сол бір сөздері, өтірік берген бір уәделері үшін болашақта енді олар өкінетіндіктері және растан олар енді өкінгендіктері себебі ең соңында жеңісті Аллах мұсылмандарға берді. Яһудтарға емес, мушриктерге емес. Одан кейінгі аятта «Я аyyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi». Субханалла. Міне осы аят біздің уақытта жалпы, немесе әрбір уақытта өте бір маңызды болған аят. Бұл аятта Алла тура жолда болған мұсылмандардың сипаттарын айтып жатыр. Мысалы растан бір ойлауы мүмкін, жалпы қайдан білеміз деп кім тура жолда екенін, яғни бір тура жолдағы мұсылмандардың бір сипаты бар ма деп айтамыз, иә міне осы аятта айтылып жатыр. «Я аyyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi». Иман келтіргендер, егер де сендерден кім, яғни біреу мұртат болатын болса,
فسوف يأتي الله بقوم. Yani Allah'a endi bu ешбір зияны жоқ екендігі, кім мұртат болса жақсы мұртат болады. Сөйтіп Аллах оның орнына басқа адамдарды шығарады. Басқа бір адамдарды әкеледі. Юхиббухум. Аллах оларды жақсы көреді. Өзі жақсы көретін, разы болған сондай бір адамдар. Ва юхиббуна. Және олар да енді әрине Аллахты жақсы көретіндіктері. Олардың сипаттары қандай? Бірінші сипаттары әзиллатин алил муъминин. Олардың бірінші сипаттары, олар енді мұсылмандарға өте бір жұмсақ болатындықтары, мейірімді болады мұсылмандарға. Әиззатин алил кафирин. Екінші сипаттары, кәфирлерге өте қатты болады. Субханалла. Біздің уақытта мына бір таухид еліне қарайық. Яғни растан солай ма, осы сипат бар ма? Яғни араб елдерінің және патшаларында осы сипат бар ма? Немесе олар керісінше имансыздармен өте күшті, құрметтейді, жақсы сөйлеседі, күліп ойнап қарсы алады, ал мұсылмандармен өте қатты ма? Әрине енді мұсылмандардан мақсат хақ ақидадан ұстанған мұсылмандар. Яғни мысалы Саудияда түрмеде американецтер отыр ма мысалы, или ғалымдар отыр ма хақты баяндаған, мұсылмандар отыр ма түрмеде? Мұсылмандар отыр. Ал Америкамен бұл ел қандай? Өте күшті, өте жақсы, мейірімді, жұмсақ, дос. Басқа да араб елдерінде кәфірлер бар ма? Олардың түрмелерінде отырған, яғни дінге бір тіл тигізгендіктері үшін мысалы жоқ. Араб елдерінде түрмеде отырған көбінесе сол біздің бауырлар, яғни мұсылмандар, дұрыс ақидадан ұстанған. Бірінші сипаттар әзиллатин алал муъминин. Біз неге барлық кезде мына осы әл-уәла вәл-бара жөнінде айтамыз? Себебі бұл өте маңызды болған сипат. Мұсылман адам әлем бойынша жалпы бауырларын ойлауы керек. Мысалы қарасақ, субханалла, алдында жаңа Трамп кешіргендігі Сирияны. Тіпті ешкім жаңағыдай нәрсе айтпай жатыр да, мысалы мен таң қалғаным. Адамдар енді қуанып жатыр ғой, ислам умматы қуанып жатыр да. Бірақ та субханалла бәрі Палестинаны ұмытып кеткен сияқты. Маған солай болып көрінді. Бәрі әйтеуір осыған мәз болып қалды, алданып қалды Сирияны кешіргенде. Енді ол Сирияны кешіргенімен Израильді қолдайтын адам емес пе Трамп дейтін? Палестинаға қарсы болған адам ғой ол дейтін. Алдында айтқан еді, Палестина халқын шығарып жіберу керек деп Палестинадан, басқа көршілес тұрған араб елдеріне шығару керек деп. Палестинаны толықтай енді Израиль алу үшін. Яғни қайда мысалы бір ухуа сатып кетуге бір сәл қалған сияқты болып көрінді маған ислам умматы. Егер де мысалы қазір Трамп барлық бір араб елдеріне де осыған дейін бір соғыс көрген, жағдайы бір нашар болып қалған, соларға бір көмек беретін болса, как будто ислам умматы Палестинаны сатып жіберуге бір дайын сияқты болып көрініп қалды маған. Яғни бәрібір екендігі. Мысалы жаңа Сирияны кешірді, сөйтіп Сирия халқы мәз. Ал Палестина жағдайы не болады? Ешкім оны ойлап жатқан жоқ. Бәрі сол қуанып жатыр. Естерінен шығып қалды Палестина. Енді мысал ретінде біреу жаңағыдай айтса да, мысалы болатын еді, біз қуанар едік та. Осындай бір мықты бір жігіттер бар екеніне ислам умматында. Біреу айтса мысалы, Сирияны сен кешіресің бе, кешірмейсің бе, бізге бәрібір деп, кешірсең мысалы Палестинадан соғысты тоқтат деп. Сол кезде мүмкін қуанармыз. Бірақ қарайтын болсақ, тіпті бұл да бір мықты бір қуануға стоящий болған нәрсе емес та. Тіпті мысалы қазір Трамп Палестинада соғысты тоқтатса. Себебі енді осыған дейін қаншама жыл олар соғысты ғой. Израиль қаншама жыл бойы қырып тастады да Палестинаны. Біз енді ақымақ адам құсап осыған мәз боламыз ба? Болды, альхамдулилля, тоқтатты деп Палестинадан соғысты. Нормальный адам, бір намысы бар адам бұған разы болмайды ғой. Просто тоқтатуға біз разы емеспіз де. Осыған дейін жердің бәрін толықтай қайтарсын Палестина халқына. Тіпті біз ол кезде де разы болмасақ болады. Себебі қаншама халық қырылып қалды. Яғни біз не болса да өш алуымыз керек қой. Бұл нормальный болған бір планды, нормальный болған бір ой. Адам осындай болуы, кешірсең де деп тіпті. Сирияны емес Палестинада соғысты тоқтатсан да, жаңа сол Америка айтып жатқанымыз. Палестинада соғысты тоқтатсан да, одан кейін тіпті Палестина жерін толықтай Палестина халқына қайтарып берсең де, яһудтарды шығарып жіберсең де, негізінде нормальный адам тіпті бұған да разы болмау керектігі. Біз әрі қарай соғысуымыз керек, күш жинап алып, енді біз өш алуымыз керек ол кәфирлерден. Не осы қаншама төгілген, қаншама жыл бойы төгілген қанның бәрін сонда біз ұмытып кетеміз бе, тыныш өмірмен алданып қалып? Қайда вообще мұсылмандарда бір изза деген нәрсе қайда? Міне осы изза деген нәрсені көп адам сезіп көрмеген сияқты өмірінде. Сондықтан да жаңағыдай кішкентай бір бала ұқсап бір кішкентай бір нәрсеге бір разы болып қалатындығы, мәз болып қалады. Жаңағы сипаттар аятта келген. Я айюхаллазина аману ман яртадда минкум ан динихи фасауфа яътиллаху биқаумин юхиббухум ва юхиббуна. Бірінші сипаттар әзиллатин алал муъминин.
Екінші сипаттары а'иззатин алал кафирин. Үшінші сипаттары южахидуна фи сабилилlah. Төртінші сипаттары вала яхафуна лаумата лаим. Субханалла. Не деген күшті сипаттар. Бірінші, екінші сипат бұл енді әл-вала вал-бара. Әзиллатин алал муъминин әл-вала. А'иззатин алал кафирин бара ақидасы. Қайда міне осы бара ақидасы біздің уақытта? Яғни адамдар бараның бір таухидқа қатысы жоқ деп ойлайтын сияқты. Хотя бара бұл таухидтың ең үлкен мәселелерінен бұл. Енді кім егер де бұл елді мысалы таухид елі десе, бұл елде мысалы бара ақидасы бар ма? Біреу бізге көрсете алады ма? Бұл ел мықты бір бара ақидасын амал қылатынын? Жоқ қой. Қай жерде бұлар амал қылады? Таухидтың міне осы бара деген үлкен бір мәселесіне. Идхаруддин, куфр бит тағут деген мәселе қайда? Таухидтан мақсат не сонда? Не таухид бар бұл жерде? Жаңа үшінші сипат, субханалла, Аллахтың жолында олар жихад қылатындықтары. Жалпы бұл аят жихад қиямет күніне дейін бола беретіндігіне дәлел деп айтады бір ғалымдар. Себебі аятта южахидуна фи сабилилlah деп келіп тұр ғой. Яғни Аллахтың жолында олар жихад қылады деп. Қай бір ғасырда мұсылман адам, сол ғасырдағы мұсылман адам осы аятты оқитын болса, южахидуна фи сабилилlah деп, сол уақытта жихад қылып жатқан адамдар болады деп айтады. Әрбір уақытта жихад қылатын мұсылмандар болатындығы. Одан кейін төртінші сипат вала яхафуна лаумата лаим деген, яғни мұсылман адам енді осы бір мықты бір ақиданы ұстанғаннан кейін, осы бір мықты жолды, яғни ол мұсылмандарға мейірімді, сол себепті ол ислам умматы үшін ашуланады, яғни мұсылман бауырларын жақтап сөйлейді. Екінші сипат ол кәфирлерге қарсы сөйлейді. Одан кейін және ол Аллахтың жолында жихад қылады. Әрине енді бұндай адамға мысалы біздің уақытта бұл адам террорист екендігі. Мысалы қарайық, бұл ел жаңа Америкамен күшті енді дос болып жатыр да, бір-бірін мақтап жарысып жатыр. Жаңағыдай бір жылы бір сөздер айтылып жатыр араларында. Мысалы Трамп жаңа айтқан сөздердің бірі жаңағы екен. Біз енді Саудиямен доспыз дейді, және бұл достықты ешкім бұза алмайды дейді. Бұл не деген достық сонда? Біз бұған қуанайық па, ерек жылайық па? Яғни мұсылманбыз дейтін ел кәфирлермен осындай дәрежеде дос болып кеткеніне қуанайық па, ерек жылайық па? Яғни мысалы да, осы жағдай болып жатыр да, Саудияда Трампты қарсы алды, дос болып жатыр. Сөйтіп қазір мысалы біреу мешіттің имамы жұмада шығып жаңағыдай сөйлесе, Аллахтан қорқыңдар деп, мына шейх келтірген аяттарды келтіріп жаңағыдай сөйлесе, да, дос қылып алмаңдар деп, христиандарды өздеріне болмайды деп олармен дос болуға, біз олар жек көруіміз керек деп. Сөйтіп ол мына сипатқа амал қылса, а'иззатин алал кафирин деген, кәфирлерге қарсы, яғни қатты болу керек деген сипатқа. Не істейді оны Саудия? Террорист деп қамап тастайды. Сонда осы ма таухид елі? Үшінші сипат жихад қылатындықтары. Бұл енді понятно. Біздің уақытта жихад қылатын адам террорист екендігі. Тіпті жихад қылуымыз айтқандай, мына екі сипатқа кім мықты амал қылады, әрдайым сол. Ислам умматының жағдайын айтып, мұсылмандарға бір дұға қылып, қорғаштап оларды, кәфирлерге постоянно қарсы сөйлеп, кәфирлердің пландарын айтып, жаңағы исламға қарсы соғыстарын айтып, пландарын айтып, міне осы екі сипатқа амал қылатын болса, тоже бұл адам сотталады, бұл жердің өзінде сотталады бұл адам. Егер жихад қыламын десе, ол тем более енді сотталатындығы, тем более ол террорист болып есептелінетіндігі. Енді кім міне осы үш сипатқа амал етсе, ол адамда міндетті түрде төртінші сипат болу керектігі. Ол жаңағы сипат. Яғни оларға қарсы сөйлейтіндер, оларды айыптайтындар, сендер террористсіңдер, сендер адасқансыңдар, сендер хариджисіңдер дейтін адамдар табылатындығы. Төртінші сипат енді міне осы. Вала яхафуна лаумата лаим. Яғни оларды міне осылай бір жамандайтын адамдардан олар қорықпайтындықтары. Оларға бәрібір. Олар осы мына үш сипатқа амал қылады, одан кейін оларды біреулер сендер террористсіңдер десе де, сендер радикал десе де, сендер адасқансыңдар, сендер хариджисіңдер, сендер иттерсіңдер десе де, сендер ихуансыңдар, сендер сурури, неше түрлі бір жаңағы бір сөздер, топтардың аттары. Яғни бұларға бәрібір болатындығы, кім не десе де. Ең маңызды, енді бұл адамдар үшін ең маңыздысы Аллахтың разылығы. شيخ айтады فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين. سبحان الله. Не деген күшті сөз. Шейх айтады. Немесе бұны бөлек оқиыншы. Записьте көп жазылып қалды. Бөліп жазайын. Аллаху а'лам. Саллаллаху ва саллям